Медиа сауатсыздық қайда апарады? Қазіргі заманның адамы өмірін әлеуметтік желісіз, мессенджерсіз, жалпы медиасыз елестете алмайды. Ол медиа алаңның толыққанды мүшесі болу үшін интернеттегі қауіпсіздікті, этикетті сақтауға, кез келген медиа контентті сыни қабылдауға, жаңалықтарды тексеруге қабілетті болуы керек. Ал қабілеті болмаса, ондай адамды медиа басқарады. Медиа сауатсыз адамға қандай қауіп төніп тұр? Алаяқтың, террористік топтардың және басқа теріс пиғылды ұйымдардың арбауына түседі. Фейк жаңалық пен манипуляция құрбанына айналады, уақытын жоғалтады, өзін ғана емес басқаларды да адастырады. Ендеше медиа сауатты адамның бейнесі қандай болады? Тайм-менеджментпен жұмыс істейді. Әлеуметтік желіде тек пайдалы парақшаларды оқиды. Өзіне қандай ақпарат керек екенін білетін талғампаз болады. Сыни ойлайды, ақпараттың рас өтірігін, дерек көзін өзі тексере алады.